Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 3-ші сынып 54-ші сабақты бастаймыз. Симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар. Бірінші сабаққа қараймыз. Бір ежелден қазақ халқы өзінің үйі мен киімін әртүрлі ою-өрнектермен сәндеген. Суреттерді қарап шық, ою-өрнектерден қандай геометриялық пішіндерді көріп тұрсың. Егер әр суреттегі тең екіге бөлсек, онда әр бөлігі туралы не айтуға болады дейді. Мына жерде ою-өрнек берілген, ортасынан бір бөлген, сол кезде екі түрлі пішін. Одан кейін бұл бізде екі жағы бір-біріне симметриялы деп айтуымызға болады. Және де тағы да ортасынан бір бөлсек, мына жақтағы ою жоғары жаққа шығады, немесе мына жақтағы ою мына жаққа шығады. Бұл бізде бір-біріне қарама-қарсы симметриялы десек болады. Мына жерде тура солай, мына астындағы ою жоғары жаққа шығып тұр, мінекей. Тура осылай. Если егер мына жақтан өлсек, мына жағы мына жаққа шығып тұр. Тура осылай 4 бөлікке бөле алады екенбіз. Қағаздан қиып алынған дөңгелек, шаршы және тік төртбұрышты тең екі бөлікке бүкте жарты бөліктегі туралы не айтуға болады дейді. Бұл бізде көріп тұрғандарыңыздай симметриялы фигуралар, дөңгелек қақ ортасынан бөлсек, бір-біріне қарама-қарсы болады, Осылай төртбұрыш, тік төртбұрыш барлығын осылай ортасынан бөле аламыз, немесе былайынан да бөле алады екенбіз. Осылайынан да бөлік жасай аламыз. Егер түзу сызық фигураны тең екі бөлікке бөлсе, бұл фигура түзуге қатысты симметриялы деп аталады. Фигураны тең бөліктерге бөлетін түзу симметрия өсі деп аталады. Демек, мына жерде ортасынан бөліп тұрмыз ғой, осыны симметрия өсі деп атайтын боламыз. Егер тағы да былай бөлсек, оны да симметрия өсі деп атаймыз. Екінші есепте симметриялы фигураларды және ою-өрнектерді ата. Кез келген фигураны ал, бүктеу арқылы олардың симметрия өсін тап дейді. Мына жерде бізге неше түрлі ою-өрнектер, пішіндер берілген, Егер біз бұның симметриялық өсін табатын болсақ, тура қақ ортасынан осылайынан сызатын боламыз. Бұл бізде симметрия өсі бір-біріне симметриялы пішіндер болады. Бұлай қақ ортасынан өсін осы жерден табамыз, немесе бұлайынан бөлсеңіздер деп болады. Дәптерлеріңізге жазып бөлсеңіздер болады, немесе осылайынан қақ ортасынан сызуды біз симметрия өсі деп айтамыз. Мына ою-өрнекте осылай қақ ортасынан бір-біріне қарама-қарсы қарап тұрған аққу бейнелі ою-өрнегі. Мынаны да тура осылай ортасынан сызамыз, немесе бұлайынан сызсаңыздар да болады. Ары қарай бізде үшінші есеп. Дәптеріңе симметриялы фигураларды аяқтап сал деген. Бұл жерде өсі берілген, қақ ортасына бөлініп тұр. Енді біз қалған жарты жағын салуымыз керек. Біріншісі А нұсқасында, оның екіншісін тура осылай салып, бояп қойсақ та болады екен. Бұл бізде мына жері үзік сызықтармен белгіленіп тұрған симметрия өсі деп аталады. Одан кейін мынаны да тура осылай үшбұрышты, екінші жағын тура дәл сондай қылып сызғышпен өлшеп салсаңыздар да болады. Және де дөңгелегімізді тура осылай өсін шығарып, екінші жағын бірдей қылып, оны да жасыл түспен бояп қойсаңыздар болады. Ары қарай бізде төртінші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. Ою-өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума тоқыма бау және тағы 20 метр тоқыма бау сатып алынды. Барлығы қанша метр тоқыма бау сатып алынды дейді. Бізде тоқыма 9 метр сатып алынды, 20 метр, тоқыма бау. Шешуі 9-ды көбейтеміз 5-ке, 45 метр, 45-ті қосамыз 20-ға, 65 метр жауабы. Сонда барлығы 65 метр тоқыма бау сатып алынған екен. 186 ою-өрнек, ал екіншісінде одан 75-і артық ою-өрнек бар. Екі бумада барлығы қанша ою-өрнек бар деген, бір бумада 186 ою-өрнек, екінші бумада 75-і артық. Одан барлығын табу үшін 186-ға қосамыз, 75-ті артық деп тұр ғой, қосамыз, 261 болады. Енді 186-ға қосамыз 261-ді, сол кезде 447 болады. Жауабы 447, барлығы ою-өрнек бар екен. Ары қарай Б нұсқасында
бір шеберханада 12 тігінші бар. Бұл екінші шеберханадағы тігіншілер санынан 9-ы кем. Екі шеберханада барлығы қанша тігінші бар деген. Бұл нұсқасында бір шеберханада біріншісінде 12 тігінші болса, екінші шеберханада белгісіз, бірақ біріншісіне қарағанда 9-ы кем. Шешу 12-дегі қосамыз 9-ды 21 болады. Енді 12-ге 21 қоссақ 33 болады. Жауабы екінші шеберханада 33 тігінші бар екен. Ары қарай бізде 5-ші есеп теңдеулерді шеш дейді. 32 бөлу b тең 64 бөлінген 8. Енді 32 бөлінген b тең 64-ті бөлеміз 8-ге 8 болады. Енді v-ны табу үшін 32-ні бөлеміз 8-ге. v тең 4-ге. Шыққан мәнді мына жерге қоямыз. Сол кезде 8 тең 8 болады. Есеп дұрыс. u бөлінген 4 тең 49 бөлу 7. 49-ы 7-ге бөлсек 7 болады. Енді u-ды табу үшін көбейтеміз 4-ге. 7-ні көбейтеміз 4-ге 28 болады. Сонда u-дің мәні 28. Бастапқы мәнге қоямыз. Сонда 7 тең 7-ге. 380 азайту v тең 330 азайту 375. 380 азайту v. Мұна екеуіне алсақ 155 шығады. Енді v-ны табу үшін 380-нен азайтамыз 155-ті. 225 қалады. Сонда v-ның мәні мына жерде 225 екен. Орнына қоямыз. 155 тең 155. Одан кейін m қосылған 32 тең 185 азайту 143. 185 азайту 143-тен азайтса 42 болады. Енді 42-ден азайтамыз 32-ні. Мына жақтағы қосу оң жаққа түскенде азайтуға айналады. m тең 10-ға. Сонда мына жерде m-нің мәні 10 екен. Орнына қойып тексереміз. 42 тең 42-ге. Ары қарай бізде 6-шы есеп. Симметриялы заттарды ата. Өзіңде мысал келтір дейді. Парақты дәл ортасынан бүктеп, симметриялы сурет қиып ал дейді. Енді қарасақ, біріншісі бізде құм сағат берілген, көбелек және сағат берілген. Симметриялы заттардың жасау үшін, симметриялық осьті табу үшін қақ ортасынан осылай сызсақ болады, немесе көбелекті де тура осылай қақ ортасынан сызамыз. Сағаттың да қақ ортасына симметриялық ось салады екеміз. Мына жерде қағазбен қиып алынған деген, яғни қағазды бүктеп, дәл ортасынан бүктеп, мінекей симметриялық сурет қиып ал. Яғни бір ғана жағын салып, қағазды қиып аламыз, мінекей мысалға келтіріп тұр. Сол кезде көбелектің екінші жағы тура бірдей болып шығады екен. Мына жақта да өсімдіктің бейнесі бейнеленген. Өзіңде мысал келтір дейді. Сіздерге мысал ретінде неше пішіндер салып қойдым. Өздеріңіз әдемі сызғышпен сызып өлшеп салсаңыздар да болады. Мына жерде ромб пішін бізде симметриялық ось табу үшін осылай ортасынан үзік сызықтар жүрсеңіздер болады. Немесе қағазды екіге бөліп, екіге бүктеп аласыздар да, бүктелген жағы қағаздың, яғни жабық жағынан осылайынан пішін салып аласыздар да, қиып аласыздар. Сол кезде ромб пішінде шығады. Жүректің да формасын дәл солай салып, екіге бүктеп, бүктелген жағына жүректің бір ғана бөлігін салсаңыздар, қиып алған кезде екінші бөлігі де тура сондай болып тұрады. Бұл бізде ортасындағы симметриялық ось деп аталды. Немесе жеміс-жидек алманың осындай ағаштың да өзін табуға болады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта үй тапсырмаларын бірге орындайық.